Зейнетақы алушылар үшін жылдам ақпарат. Сәлем қымбат көрермен, арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатырған соңғы жаңалықтарды алғаш арқатарынан білгіңіз келсе, арнамызға жазылыңыз және лайк басуды ұмытпаңыз. Зейнетақы жинағы мерзімінен бұрын алуға шектеу қойыла ма? Министрлік түсіндірді. Қазақстандықтардың зейнетақы жинағы мерзімінен бұрын пайдалану құқығына шектеу енгізіле ме? Бұл сұраққа еңбек және халықты әлеуметтік қорғау бірінші вице-министрі Ахмади Сарбасов жауап берді. Вице-министрдің айтуынша, зейнетақы жинақтарын мерзімінен бұрын алу тетігі мемлекет басшысының тапсырмасымен бірнеше жыл бұрын енгізілген және қазіргі уақытта өз күшінде. Бұл механизм екі мақсатта бағытталған: тұрғын үй жағдайын жақсарту, емделу шығындарын өтеу. Зейнетақы жинақтарының басты мақсаты адам қартайғанда тұрақты табыс көзімен қамтамасыз ету. Осыған байланысты бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорында қаражатты тиімді инвестициялау және ынтымақты әрі базалық зейнетақы төлемдерінің тиімділігін арттыру бойынша параметрлік өзгерістер енгізу шаралары жүзеге асырылуда. Сонымен қатар вице-министр емделу мақсатында бөлінген қаражаттың мақсатты пайдалануы мен шығындарды бақылау мәселесі денсаулық сақтау министрлігінің құзырында екенін айтады. Видеомыз кеңінен таралу үшін лайк басып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.